Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Сабағымыздың тақырыбы геометриялық фигуралардың жіктелуі. Бүгінгі сабақта геометриялық фигуралардың маңызды белгілерін анықтап, оларды жіктеуді үйренесің. Балалар, мына суреттегі геометриялық фигуралардың жиынына қараңдаршы. Бұл суретте неше элемент бар, және сол элементтерді атауымыз қажет. Элементтерді санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 элемент бар екен. Ал балалар, біз осы элементтерді бірнеше жиындарға бөлуіміз қажет. Қалай ойлайсың? Бұларды біз қандай жиындарға бөле аламыз? Қандай жиын атаулары болуы мүмкін? Ойланып көрелік. Ал ойланып көрген болсақ, жауабымызды тексерейік. А жиыны бұрыштар жиыны деп атасақ болады. Б жиыны сызықтар жиыны деп атасақ болады. С жиыны жазық фигуралар жиыны. Кеңістік фигуралар жиыны деп атасақ болады екен. Барлық элементтерді біз жиындарға бөліп алдық. Енді осы әр жиындағы элементтерге жеке-жеке тоқталайық. Бұрыштар жиынының элементтері тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыш. Сүйір бұрыш тік бұрыштан кіші, ал доғал бұрыш тік бұрыштан үлкен. Сызықтар жиыны. Балалар, біздің айналамызда сызықтардың түрі өте көп. Нүкте мен сызықтар қарапайым геометриялық фигуралар деп аталады. Сызықтар түзу сызық, қисық сызық, кесінді, сәуле, нүкте болып бөлінеді. Келесі жазық фигуралар жиыны. Жазық фигуралар жиынының элементтері тік төртбұрыш, дөңгелек, сопақ, төртбұрыш, үшбұрыш, шаршы деп аталады. Келесі біздің жиынымыз кеңістік фигуралар. Кеңістік фигураларының элементтері цилиндр, тікбұрышты параллелепипед, конус, пирамида, текше, шар деп аталады. Біздің қоршаған ортада кеңістіктерге ұқсас көптеген фигуралар кездеседі. Кеңістік фигуралардың көлеңкелері болады, және кеңістік фигураларды жерге қойсақ та, үстелдің үстіне қойсақ та, қолымызда ұстап тұрсақ та, оны біз көре аламыз. Балалар, міне біз геометриялық фигураларды бірнеше түрге жіктеп алдық. Қазір дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күн қаңтардың 10-ы деп жазамыз. Сынып жұмысы. Сендерге тапсырма. Ұзындығы 6 сантиметр және 4 сантиметр болатын екі кесінді сыз. Одан соң мына сызықтарды дәптеріңе сызып, сол сызықтардың астына атауын жаз. Ал бірінші, екінші тапсырманы орындап болсақ, оқулығымыздың 7-ші бетіндегі 4-ші есепке назар аударайық. Жақшалы өрнектердің мәнін табу қажет. 72 мен 32-нің айырмасынан 34 пен 22-нің айырмасын азайту қажет.
Алдымен балалар, жақшалы өрнекте жақшаның іші орындалады. Одан соң жақшаның сырты орындалатын сендер білесіңдер. Яғни бірінші амал бірінші жақшаның іші, екінші амал екінші жақшаның іші орындалады. Одан соң екеуінің айырмасының мәнін табу қажет болады. Бірінші амалды орындаймыз, екінші амалды орындаймыз, одан соң үшінші амалды орындаймыз. Өрнектің мәні 28-ге тең екен. Енді сендерге келесі өрнекті орындау қажет. Жақшалы өрнек амалдардың орындалу ретін қоямыз. Рет-ретімен бірінші амалдың, екінші амалдың, үшінші амалдардың мәндерін тауып, өрнектің мәнін табамыз. Яғни 28 пен 32-нің қосындысынан 70 пен 27-нің айырмасын азайту қажет. Сәттілік. Ал балалар, 4-ші есепті орындап болсақ, 5-ші есепке көшейік. Мұз айдынында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдынында барлығы неше бала сырғанап жүр? Балалар, есепте кімдер туралы айтылып тұр? Ұл және қыз туралы. Дұрыс айтасың. Есепте кім белгілі? Ұл нешеу? Ұл 36. Ал қыз белгілі ме? Қыз белгісіз. Қыз белгісіз, бірақ ол ұлдан 4-еуі артық. Және балалар, мұз айдынында барлығы неше бала сырғанап жүргенін табу қажет. Балалар, есептің шартына назар аударыңдаршы. Есепте біз неше сұрақ көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, 2 сұрақ. Ең алдымен біз кімді табамыз? Қыздың нешеу екенін табамыз. Одан соң бірақ барлық балаларды табу қажет. Яғни барлығы ұл мен қыз, барлығы неше бала сырғанап жүргенін табу қажет. Есеп 2 амалмен шығарылады, яғни бұл құрама есеп. Сендерге тапсырма, дәптерлеріңе есептің шартын жазамыз, шешуін табамыз және сұрақтарға жауапты жазамыз. Сәттілік. Балалар, бүгінгі сабақта сонымен геометриялық фигуралардың жіктелуіне қайталау жүргіздік. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс беріңдерші. Қызыл түсті таңдасаң, яғни сен фигураларды ажыратуда және сызықтарды сызуда қиналдың. Сары түс, фигураларды ажырата алдым, ал сызықтарды сызуда әлі де қателесемін. Жасыл түс, фигураларды ажырата алдым, сызықтарды сызып, атын дұрыс жаздым. Балалар, бүгінгі сабағымыз сонымен аяқталды. Назарларыңа рахмет. Қош, сау болыңдар.